Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанның су жаңа премьер-министрі Олжас Бектенов үкіметтің кеңейтілген алғашқы отырысында министрлерге шүйлікті. Қаржы министрлігі 10 күннің ішінде республикалық бюджетке және 1 ай ішінде жергілікті бюджеттердің барлығына ревизия жүргізіп, аса маңызды жоқ шығыстарды айтарлықтай қысқартуы тиіс. Ешкімде ақшаны орынсыз шашпау керек. Сарапшылар мен бизнес қоғамдастықтарының пікірлерін ескеру қажет. Салық кодексі бизнестің белсенді болуына жағдай жасап, оны ұлғайтуға ынталандыру керек деді Олжас Бектенов арнайы жиын барысында. Премьер-министр салық кодексінің жобасын қайта жазып, оның философиясын өзгерту қажеттігін атап өтті. Яғни, керексіз ақшаны шашушы болмаңдар деді. Жаңа сайланған премьер-министр жемқорлық саласынан келіп отыр. Демек, алдағы уақытта елдегі біршама министрлердің ұсталуы ғажап емес. Төмендегі комментарийге пікір қалдырыңыз, каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.